Қазанның 10-ы қазақ руханияты үшін қаралы күн. Ел елеп ескере бермейтін тұмау дерті 77 жасқа қараған Тұманбай Молдағалиевті алып жықты. Бүгін 7 күн болды ақын жүрек тоқтағалы. Алаш баласының арда ұлын жоқтағалы. Елмен бірге елбасы да қайғырды бұл қазаға. Мемлекет басшысы марқұмның отбасы мен туған туысқандарына көңіл айтып, жедел хатын жолдады. Тұманбай ақын Алматы облысының тумасы. Бірақ бар қазақтың бел баласына айналды. Өз айтпақша, елімнен бөлме сен мені, ерімнен бөлме. Қазаққа керек болмасам, керекпін кімге, деп өтті өмірден. Әдебиеттің ауласына 19 жасында ат байлапты. Содан бері өнегелі өмірі өлеңмен өріліп кете барды. 1954 жылы жарияланған тұңғыш туындысы Украина қызы мен 57 жылы жарық көрген студент дәптері жинағынан бастап, Тұманбай ақын талмай жазды, тамсандыра жазды. Ол жазған өлеңнің дені ән жыр болып көкке қалықтады, шалықтады, шарықтады. Жаз өмірін, мәз өмірін қысқартып, бара жатыр құс қайтып. Күзгі салым жылы жаққа ұшқан жыл құстарымен бірге, шайырдың рухы да мәңгі бақиға сапар шекті. Тұмағаңдай тарлан талантты қанша жоқтасақ та аздық етеді. Ақын жырларының желісі бойынша Нәзира Ермахан қызы бейнебаян дайындады. Зер салыңыз. Төменде қалдау, жалтта жылт айна гүлдерің. Төменде қалдау, қайғырып қаймана елің. Құспенен бірге бақиға ақын да қайтты. Қанатына аққудың байлап өлеңін. Үзіліп түскен осынау күрең жапырақ, қайда барамын дейтіндей. Қайдан келемін? Мен енді ақын болам деп оқуға түскен жоқпын. Қазақ әдебиетінен мектепте сабақ берем деп түстім. Сол үмітпенен жүрдім де. 4-ші курста сабақ бердім. Балалармен бірге. Өте жақсы бағаландым. Бірақ сол 5-ші курста айтып отырмын ғой. Сапар Байжанов ағам ұсынып, Абай Бейсенбаевқа мені. Солысы жұмыс қалды. Сосын менің жолым оқытушылықтан гөрі жазушылыққа қарай бұрылып кетті. Осылай болып кетті, Нұреке. Сіздің сыртыңыздан мұны балалар билеп жатыр. Қалай жағдайыңыз? Бұл жерде хатшы болғам деп мақтанып тұрдым. Қазақстандық халық жазушысы. Ол тағы бар. Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреатысыз. Ол тағы бар, Қазақтың ұлы ақынысыз. Тарыққанда табынарым, өлеңім. Жабыққанда жалынарым, өлеңім. Барлығы да өлеңімде сақтаулы. Ақын болып нені айттым мен, не дедім? Жүрегіме сүйенемін күй білген. Жыр арқылы жұрт көңілін идірген. Ең алды мен сүйдім адамдарды мен. Анам көріп, әкем көріп, сүйдім мен. Өлең өзі келеді. Кәдімдей. Көңілдегі бір нәрселерді оятады. Сосын оны қағазға түсірем. Қиналып, болмаған нәрсені өлең қылып ондай неткен жағдайым жоқ. Келмесе күтіп жүресің. Қай уақытта бір күн келеді өзі. Мені жаз деп, сөйді жазам. Көңілді көк дөненге теңеген ел, неге дана болмайды, неге бедел? Біз бастаған көш тасты жоталардан, жылдарменен қоштастық жедел-жедел. Шарап шалқып, жер емес гүл сатылған, біразға жаратқаннан ұлықсат алған, шалдардың да ауылы көрініп тұр. Сонда барып Тұманбай түс атыңнан.
Мынау тіршілік таңға жайып, ұшатындай алысқа қанат жайып, сол ауылда достарың жігіт күнгі, оларың да бүгінде қалды азайып. Көп қуанып, кейде болып қайғы, көңіл аққу биікте қалықтайды. Бары менен құшақтас достарыңның, енді қайтып жоқтары жолықпайды. Асыл ардақты досым, құрдасым қадыр, сен ешқашан өлмейсің. Сенің мәңгі жасайтын асыл жырларың сені арман биігіне қарай ұшырады да отырады. Бәрі көріп, қатып қалған денемді қалжыңымен сипалайды ақырын. Қиянатым жоқ ешкімге қылшықтай, мені дәйім иіріңдер ұршықтай. Біреуіңде кетпеңдерші 80-нің сеңгір-сеңгір жотасында бір шықпай. Тұмаға менің ұққаным, өзіңсіз өмір өзгерген. Сеңгірге әттең шықпадың, 80-ді сеңгір көргенмен. Ұрпағың және жырларың ұмытылмас мұра артыңда. Мәңгілік жаққа аттандың, мәңгілік ғашық қалпыңда. Өкінбеймін күн зулап өте берсін, кейін келер жүрегім сені көрсін. Жырың мені ешқашан өлтірмейді, әнім мені алысқа жетелерсің, жетелерсің.